Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай үйде киетін домашний тапочка тоқып үйренетін боламыз. Ол үшін бізге мынандай дайын табан қажет. Және мынандай жіп, иран жібі. Мен мынандай 2 қабаттап алдым бұл жіпті. Себебі формасын жақсы ұстайды тоқыған кезде. Және крючок қажет маған. Мынаның 2 деген жағымен тоқитын боламын. Бұл дайын табандар негізі маломерка жүреді. Менде бүгін қолымда 37 размер. Тоқ болғаннан кейін 36 размердегі аяққа дұрыс келеді. Ал ендеше бастайық. Арнайы петлялар арқылы тоқимыз. Мына жерден крючокты кіргізіп, жібімізді шығарып аламыз. Мына қысқа жіпті үстіне қойып тоқып кететін боламыз. Осы жерден бір петля алып бүйтіп былай тоқимыз. Мінекей. Енді осы жерге тағы да бір петля. Дәл осы петляға крючокты кіргізіп, жұмыс жібін шығарып, былай өткіземіз. Столбик без накида, 2 столбик без накида тоқыдық. Енді келесісіне тағы да крючокты кіргізіп, жұмыс жібін шығарып, осы 2 жіптен өткіземіз. Тура осы жерге тағы да бір столбик без накида тоқимыз. Тағы да жақындатып көрсетейін сіздерге. Мынау тұрған петляның астына былай крючокты кіргізіп, жұмыс жібін шығарып, крючокта 2 петля тұр ғой, соның былай өткіземіз. Енді тағы да біреуін тоқимыз тура осы жерге. Жұмыс жібін шығарамыз. Крючокта 2 петля, соны 2-ін былай өткіземіз. Әрбір петляға 2 столбик без накида тоқып шығамыз. Қарсы бетіне дейін айналдыра тоқып шығуымыз керек. Мінекей айналдыра тоқып шықтық. Енді келесі қатарды тоқу үшін 2 воздушный жоғары көтерілеміз. Енді тапочканы өзімізге ыңғайлы етіп бұрып аламыз. Енді мына тұрған әрбір петляға столбик с накидом тоқитын боламыз. Ол үшін крючокты ілеміз. Крючокке жіпті іліп, бірінші тұрған петляға өткізіп, крючокта қазір 3 жіп, осы 2-ін бір тоқимыз, тағы да 2-ін бір тоқимыз. Сөйтіп келесісіне крючокке жіпті ілдік, мына тұрған тесікке былай петляны төл аламыз, 2-ін бірден өткіземіз, 2-інің астынан бірге. Сөйтіп жіпті шығарамыз, 2-ін бір өткізіп, тағы 2-ін бір өткіземіз. Осылай әрбір петляға столбик с накидом тоқитын боламыз. Крючокке жіпті ілеміз. Сіздерге жақынырақ көрсетейін. Мына тесіктер бар ғой, осылардан тоқимыз. Былай крючокты кіргіземіз, жұмыс жібін шығарамыз. Крючокта 3 жіп. Осының 2-ін бір тоқимыз. Сосын тағы бір тоқимыз. Осылай әрбір петляға мына жер столбик с накидымды осылай тоқып шықтық мына жерге дейін. Енді келесі қатарға көшетін боламыз. Ол үшін бір воздушный петля жасап аламыз. Тапочканы өзімізге қаратып, енді әр петляға столбик без накида тоқып шығамыз.
мына тұрған петляларға столбик без накида тоқимыз. Мына біріншісіне, екіншісіне, сіздерге көрінетін болатын шығар. Осылай мына тұрған петляларға әрқайсысына столбик без накида тоқып шығамыз. Аяғына дейін осылай тоқып шығамыз. Мінекей ең соңғы петляға келдік. Былайынан столбик без накида тоқып аяқтаймыз. Бір воздушный жасаймыз. Жіпті былайынан шығарып, осы жерден қиып тастайтын боламыз. Мінекей бір жағын тоқып болдық. Енді тапочканың қарсы бетін тоқитын боламыз. Жобалап осы жерденлерден мынадан аламыз, осы петлядан. Бүйтіп жіпті өткізіп аламыз. Бағанағыдай мына кішкентай жіп үстінде қалады, тоқылып кетеді. Осы жерден бір петля осылай тоқып аламыз. Енді екі петля воздушный жоғары көтерілеміз. Енді столбик с накидом тоқитын боламыз әр петляға. Крючокке жіпті ілеміз. Мына петляларға әрқайсысына столбик с накидом тоқимыз. Мінекей соңына дейін тоқып келдік. Енді келесі қатарда тоқу үшін осы жерден бір воздушный жоғары көтерілеміз. Тапочкамызды өзімізге бұрып аламыз. Енді мына әрқайсысына, әр петляға столбик без накида тоқып шығамыз. Бірінші петляға жұмыс жібін кіргізіп, шығарып аламыз. Столбик без накида тоқимыз. Осылай аяғына дейін столбик без накида тоқып шығамыз. Мінекей тапочкамыздың екі жағын тоқып алдық. Енді біріктіретін боламыз. Ол үшін соңғы петлядан 12 петля теріп аламыз. 12 петля теріп алдық. Енді мына жерге соңғы петляға крючокты кіргізіп, жұмыс жібін шығарып аламыз. Енді мына жерден шығарып біріктіреміз. Сөйтіп ұзынырақ шығарып түйіндеп қоямыз. Тапочкадан өткіземіз. Осылай болып шығады. Енді келесі қатарды тоқу үшін мына жерден 1-2 петля тастаймыз да, үшіншісінен крючокты өткіземіз. Жұмыс жібін мына жақтан шығарып аламыз. Мына жіп бос болмау керек, тығыз да болмау керек, тартылып тұрмау керек. Осындай болып тұру керек. Осылай мына жерден бір петля тоқып аламыз. Тоқып алдық. Енді столбик с накидом тоқимыз. Мына крючокке жіпті ілдік. Мына екі жіпті қосып аламыз астындағы. Мына крючокта 3 жіп, екеуін бір тоқып, тағы екеуін бір тоқимыз. Столбик с накидом тоқып жатырмыз. Астындағы жіпті екеуін қосып астынан аламыз. Бұлай екеуін бір тоқып, тағы бір тоқимыз.
міне осылай 10 столбик снакидім тоқып шығамыз. Мінекей 10 столбик снакидім тоқып шықтық. Міне 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Енді мына бетіне біріктіреміз. Жаңа арғы бетте екеуін тастап едік, мына жерде де біреуі екеуін тастап, мына үшінші петлядан жұмыс жібін шығарамыз. Сөйтіп мына петляға, мына жаңа тоққан петлядан бетіп шығарып, екеуін біріктіреміз. Сөйтіп ұзын қылып шығарып, тапочкадан өткіземіз. Осылай түйіндеп тастаймыз. Осылай әр қатарда жіпті шығарып, түйіндеп отыратын боламыз. Енді мына жерден тағы да 2 петля тастаймыз. Мына үшіншісінен жібімізді осылай шығарып аламыз. Мына жіп осылай болу керек. Қатты тартпаңыздар, бос болып тұрмасында. Осылай қалу керек. Енді бір петля жасап аламыз. Енді мына әрбір 2 столбик снакидімні бір-бір узордан түседі. Мына қазір көрсетейін. Столбик снакидім тоқимыз. Крючокке жіпті іліп, мына жердегі тесікке бір столбик снакидім тоқимыз. Тура осы жерге тағы да біреуін тоқитын боламыз. Мінекей бір узорымыз шықты. Енді мына жерден екеуін тастаймыз да, мына келесі 2 столбик тастап, мына келесі тесікке тоқимыз. Крючокке жіпті іліп, мына жерден шығарып аламыз. Екеуін бір тоқып, тағы бір екеуін бір тоқимыз. Тура осы жерге тағы да біреуін тоқимыз. Екінші узорымыз шықты. Крючокке жіпті іліп, міне тағы да екеуін тастаймыз. Мына жерден тағы осы жерге біреуін тоқимыз. Міне мынандай узор болып шығады. Арасында 2 столбиктан қалып отырады. Мінекей 1 2 3 4 5 6 узор тоқыдық. Енді мына жерден 2 петля қалдырамыз. 1 2. Мына үшіншісіне крючокты өткізіп, мына жерден шығарып біріктіреміз. Әр қатарда мына жіпті шығарып, тапочкадан өткізіп, түйіндеп отырамыз. Міне осылай енді келесі қатарға көшеміз. Келесі қатарды тоқу үшін тағы да мына жерден 2 петля тастаймыз. Міне 1 2. Мына үшіншісінен крючокты өткізіп, жібімізді шығарып аламыз. Жібіміз осылай болу керек. Бір петля іліп аламыз. Енді крючокке жіпті іліп, мына жерге нарадан тоқимыз. Әр узорда тесік тұр, әр узордың ортасында. Сол жерден тоқимыз. Мына жерге кіргізіп, столбик снакидім тоқитын боламыз. Міне біреуін тоқыдық. Тура осы жерге тағы да бір столбик снакидім тоқимыз. Енді келесі мына жерге тоқимыз. Крючокке жіпті іліп, жұмыс жібін шығарып, екеуін бір тоқып, тағы да біреуін тоқимыз. Тағы да осы жерге біреуін тоқимыз, столбик снакидім.
міне 2 узорымыз шықты. Міне мына тұрған әрбір тесікке міне өзі көрініп тұр, әр узордың ортасында. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді соңғысына 7-шіні тоқимыз. Әр қатарда біреуге артып отырады. Жаңа басында 6 ойды ғой. Енді 7 болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне соңғы тесік. Мына жерден крючокты ілдік. Мына жерден былай екеуін бір өткізіп, тағы бір өткізіп, тағы да біреуін осы жерге тоқимыз. Міне 7 узорымыз шықты. Енді мына жерден 2 петля тастаймыз. Біреу екеу, біреу екеу, үшіншісіне жұмыс жібін шығарып, осылай біріктіреміз. Тапочкадан өткізіп, осылай түйіндейміз. Мінекей екінші қатарда да тоқыдық. Дәл осылай 8 қатар тоқып шығамыз. Мінекей 8 қатар тоқып шықтық. Енді тапочкамызды әдемі болу үшін соңғы 2 қатарын столбик без накида тоқып аяқтайтынбыз. Ол үшін соңғы петляға крючокты кіргізіп, жіпті шығарамыз. Бір воздушный аламыз да, әр петляға бір столбик без накида тоқып шығамыз. Мінекей осылай бір қатар, сосын тағы бір қатар тоқып, тапочканы аяқтайтын боламыз. Мінекей мен тапочкамды осылай аяқтадым. Соңғы 2 қатар столбик без накида тоқып, сосын осындай гүл қадап қойдым. Осылай тапочкамды азғантай уақытта тоқып шықтым. Осындай домашний тапочка болып шықты. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.